1992 жылы Барселонадағы Олимпиада ойындарында жүгіруші Дерек Редмонд 400 метр шақырым қашықтықты жүгіріп өте алатын потенциалды спортшылардың бірі болған. Ол өз мансабында британ рекордын орнатып қана қоймай, Еуропада өткен әлем чемпионатын ұтты. Дерек ойынға жақсы жағдайда келген. Бір раундтың өзінде ең аз уақытты орнатқан. 1/4 қарсыластарынан оңай озды. Тек қалғаны жартылай финалдан өту еді. Еш нәрсе оған кедергі келтірмеді және алтынға жол ашық еді. Жартылай финалдағы жүгірісін Дерек өте жақсы бастаған еді. Алайда 150 метр шақырымға жеткенде кенеттен оң аяғындағы қатты ауыру сезімін сезінеді. Сіңірі үзіліп кеткендіктен жүгіруші ойын ортасында құлап қалады. Жедел жәрдем келіп үлгерем дегенше Дерек орнынан тұрып бір аяқпен жүгіріп кетеді. 65 мыңнан аса жанкүйер өз көздеріне сенбей, аяғындағы қатты ауруға қарамастан өз жүгірісін аяқтау үшін бір аяқпен жүгіріп бара жатқан Дерекке қолдау білдірді. Бұл уақытта басқа жүгірушілер финиш сызығынан аттап үлгерген еді. Ал Дерек ешқандай ауруға, ешқандай жарақатқа қарамастан жалғастыра берді. Бұл көрініске қарап тұру қиын еді, алайда британдықтар тек қараумен болды. Дерек көзінен аққан жасына қарамастан, ауруға қарамастан әрі қарай жалғастырды. 100 метр өткен соң көрермендер арасынан әкесі жүгіріп шықты. Екі стюард тоқтатуға тырысқанымен ештеңе жасай алмады. Ол өз баласына жүгіріп барып тоқтатуға тырысты. Сен мұны жасауға міндетті емессің. Алайда Дерек, жоқ, мен міндеттімін деді. Онда біз мұны бірге жасаймыз деп әкесі ұлын құшақтап алып бірге финишке жетеді. Стадионда көрермендермен қатар операторлар да жеңімпаздарға еш көңіл аудармады. Барлығының назары әрең, бірақ нақты метрлерді артқа қалдырып жатқан әкесі мен ұлында болды. Жүгіруден кейінгі сұхбатта Джим ештеңеге қарамастан ол финишке жетуі керек еді және мен онымен бірге жетемін деп шештім. Біз оның мансабын бірге бастадық және бірге аяқтаймыз деді. Сонда да хаттамаға жүгіруді аяқтамады деп жазып бекітті. Бірақ бұл Дерек үшін ештеңені білдірмеді. Ол үшін маңыздысы бастаған істі аяғына дейін жеткізу, қиындыққа қарамастан еш берілмеу еді. Әкесінің қолдауы барлық адамның шынайы, күйремейтін рухының көрінісі болды. Спорт бұл жай ғана ойын. Есте сақтаңыз, ешқашан берілмесеңіз, өмірден ұтылу мүмкін емес. Сіз ойында жеңілуіңіз мүмкін, алайда өмірде емес. Бұл мысал, ешқандай қиындық адам рухын өзі құлатпаса, құлатпайтынның анық көрінісіне айналды.